Достар, сіздермен бірге тағы да 200 өлет. Бүгін видеода біз беттегі безеу, яғни угрилар жайлы сөйлесетін боламыз. Бетті қалай кетірдім мен, қалай неғылым, егер сіздер де беттеріңізде угрилар кетірсеңіздер, қалай кетірдіңіздер, соны комментарияға бөлісіп кетсеңіздер. Мен әлі бетімдегі әлі кетірген жоқпын. Сондай проблема менде. Жасым 22-де әлі кеткен жоқ. Енді видеоның соңында мен бұрынғы бетім қалай болды, мен қалай кетірдім, сол туралы айтатын боламын. Сонымен қатар ең бірінші видеоны бастамастан бұрын қандай себептердің пайда болды, сол туралы сөйлесіп кетсек, айтып кетсек, қысқаша ғана. Достар, себептерге келетін болсақ, көбісіміз білетін ең бірінші себебі ол тұқым қуалау. Яғни егер әке-шешеңізде бірдеңе, аталарыңызда бірдеңе болса, сондай угри шығып жатса, сіздерде болады деген сөз. Екінші, дұрыс тамақтанбау, сахар нелері қолдану, кола деген газировкаларды көп ішу. Үшінші, дұрыс ұйықтамау, яғни стресс, депрессия сияқты. Төртінші, гигиена, я. Мысалы, киімдерін дұрыс ұстамау, бетті түрту, жататын жерлеріңізді мысалы жумау, яғни көрпелердің тыстарын, сол сияқты гормондардың әсерінен де болуы мүмкін. Не жалпы мен өзім оғанға дейін ол себептерді білместен бұрын, яғни дерматологқа бармастан бұрын өзім емделетінмін. Ақшаны экономдап, ақша бергім келмей, не қылмай, ютубтан қарап алып, ютубта не көрдім соны істеп, пантушка жағып бетіме. Пантушкадан аппақ нәрсе болады, спиртпен не алған бір аппақ нәрсе. Сусын аппақ, соны бетіме жағып, бетіме кептіріп алып, оны көбіне алғысы бетті құрғатып жүреді екен, бетке зиян келеді екен, мен оны білген жоқпын. Сонымен қатар тағы паста жағып бетіме, мысалы лимоны қойып бетіме, неше түрлі нәрсе қойып, бетіме біраз эксперимент нәрсе жасап көрдім өз басым. Бірақ соны керек, соңында түрімді қанша не алып алдым, құртып алдым. Сіздің әдемі едім, қазір солай түрімді құртып алдым деп айтқандай болдым. Жалпы солай өз-өзіме емделіп, бетіме спирт жағып, спирт болмайды негізі, мысалы мен онда киім білім дерматологқа бар, спиртпен не алатын угриді спиртпен сығып, сөйтіп не алатын мен. Оказывается, ондай болмайды екен, дұрыс емес екен. Бетті күйдіріп жүреді екен, қарайтып не алып. Ондай болмайды екен. Кейін угри менде бетіне безулер асқынып кетті. 4-ші курста не істерін білмедім, былай істедім, ана бұрынғы нелер, мысалы кремдер, бетке крем жағатын, умывальный нелер бар ғой, сабындар, солармен жуатын бұрын. Солай істеп жүретім, олар да маған көмектеспей қалды. Бопты дедім да, ақшаның бәрін неғыл кетсе кетім, денсаулық қой дедім да. Кетірсем денсаулық кетіріп жатырмын дедім да, бардым дерматологқа. Айтты, сахарын отказ қыл деді толықтай. Сонымен қатар ана бетін умывалкамен жума, спиртпен бетіне неғылма, сықпа спиртпен, бетті сықпа, спиртті жақпа, спиртсіз нелер бар, сондай нәрсеге арналған, яғни инфекциялар жоятын. Солар қолдан деп айтты маған, сол сияқты нәрселер. Сосын мен бір жыл сахар жемедім, неғылмадым, наннан басарта бастадым. Сонымен қатар не сияқты, мысалы, глютен бар ғой, сондай тамақтарды аз жей бастадым, сұйық тамақтарды көп жей бастадым, сорпаларды. Содан кейін менде жалпы арқамдан да угрилар кетті, бетімде угрилар кетті, құдайға шүкір нормально болып қалды. Мен қазір көрсететін боламын, бұрынғы бетім қандай болғанын. Сіздерге бір нәрсе айтамын, сіздер жақсы дерматолог тауып, соған барыңыздар, маманға ақшасын беріңіздер, біліміне, өздеріңіз денсаулығыңызға ешнәрсе аямаңыздар, ертең беттеріңізде дақ болып қалып қояды, бет кәдімгідей керек қой, любой нәрсеге, мысалы, кез келген нәрсеге, мысалы, адамдар бетке қарайды ғой, бірінші таныспастан бұрын, не алмастан бұрын, душардан бұрын. Жалпы солай, кеттік, видеоны бастайық, бұрынғы видеом қандай болғанын.